Pinduoduo сайтындағы ешкім білмейтін кнопка. Ол үшін личный кабинетке кіреміз. Менде личный кабинет страницасы ашылып тұр. Осы бөлімде настройка бөліміне кіреміз. Және де төменде мына адам тұрған иероглифті басамыз. Басқанда мына қызыл кнопканы басу арқылы мен осы Pinduoduo сайтындағы иероглифтің барлығын үлкен жазуға айналдыра аламын. Сіздер де осы кнопканы көріңіздер және де анық, жақсы көре аласыздар. Егер де сіздерге үлкен жазулар ұнамаса, қайтадан личный кабинетке өтіп, настройка бөліміне кіріп, жаңағы иероглифті басамыз адам тұрған. Осы иероглифті басса, маған осындай қызыл жазумен жазылған иероглиф шығады. Мен осының үстін басу арқылы қайтадан бұрынғы қалпына келтіре аламын. Сіздерге Pinduoduo сайтының бір фишкасымен бөлісейін. Мына ашылып тұрған страница, главная страница деп ашылады. Яғни Pinduoduo сайтын ашқанда осы бет бірінші ашылады. Осы бөлімде мына сағат тұрған бөлімнің жанында мынандай фиолетовый значок тұр. Осының үстін бассақ, біз осы бөлімде тек қана оригинал, качественный товарларды көреміз. Яғни сапалы, алуға астой товарларды осы бөлімнен көре аласыздар. Және мына жоғарыда тұрған иероглифтер осы бөлімде жүктелетін заттардың түрлері. Яғни мен иероглифқа кіретін болсам, маған осындай носки, іш киім, пижамаларды шығарып берді. Келесі иероглифқа кірсем, пижама, басқа да киімдерді шығарды. Осылай каждый иероглифқа кіріп, бренд, оригинал затты таба аласыздар. Және мына астындағы 12-12 деген сан, бұл декабрьдің 12-сі күні болатын скидкаға түсетін товарлар. Сіздер осылай мына товардың барлығын 12 желтоқсан күні скидкада аласыздар. Негізі скидкада қолжетімді және арзан болып келеді. Pinduoduo сайтындағы отрицательный отзывтарды қалай көруге болады, яғни жаман пікірді қалай көреміз. Мен мысал ретінде мынау iPhone-ға кірейін. Осы iPhone-ға кіретін болсам, мына төменде комментарий бөліміне өтем. Маған осы астындағы мына стрелканы басу арқылы, мына серия кнопканың ішінде 7 санымен қоса Қытай иероглифтер тұр. Осының үстін басам. Маған басқанда осындай адамдардың пікірлері шықты. Енді осыны скриншоттап алам. Скриншоттап мен Яндекс переводчикқа салып аударып алатын болам. Көбінесе товарды алатын кезде тек қана значоктарға ғана емес, оның отрицательный отзывына да мән берген дұрыс. Себебі ожидание реальность екеуі екі бөлек шығуы да мүмкін. Яғни суреттегі мен алған кездегі товар екеуі екі түрлі болмас үшін живой фото отзывқа да мән берген дұрыс. Живой фото отзывты сіздер комментарий бөлімінен кіріп көре аласыздар.